Осындай құмарлықтар билеп кеткеннен кезде сөйтіп Алла Тағаланың жақында бұлар азғындыққа, азапқа жолығады дейді. Сосын мынандай рахымын ашады бізге есігін. Илля мен тәбә. Әрине кім маған қарай қайтса осы күнәларынан кейін. Яғни намазды жоғалтты, күнәдің неше түрлісі істелді. 5 жыл, 10 жыл, 15 жыл, 20 жыл мүмкін. Сосын қайтып келсе дейді маған. Бұлардың ішінен шығарам дейді. Қарасаңшы қандай. Анандай күнәлардан кейін қайтып келгенде қабылдай алады Раббыңды. Біз бір-бірімізді қабылдай алмаймыз ғой. Біз бір-бірімізді біраз жерге дейін апара жібереміз ғой біз. Алладан үйренетін нәрсеміз көп Раббымыздан. Қараңызда. Кім тәубамен оралса, әмәні иманын маған жаңартса, амиля солихан, сөйтіп салиқалы амалдарын іске асырып бастаса, 5 уақыт намазы тірілсе, фаулаика ядхулунал жанна. Бұлар жәннатқа кіріп кететіндер ғой дейді. Қараңыз, қымбат нәрсемен. Олай болса, тәуба деген нәрсе, құрметті жамағат, оған жететін сезім жоқ, оған жететін шынайы хал жоқ жердің бетінде. Бұл тәуба деген, намсалы біз ғұсыл құйынғанда, дәрет алғанда, шомылғанда біздің тәніміз жуылады. Жанды еш нәрсе жуамайды тәубадан басқа. Раббым, қайттым өзіңе деген нәрсе жаныңды жуып жібереді. Тастар талқандалады, тас жүрек талқандалады. Нұр қонат жүрегіне деген нәрсе. Сондықтан әрбір кішкентай ісіміздің өзіне өкінуді үйреніп жүрсек, біз әрбір кішкентай істің өзіне. Пайғамбарымыз саласамды қараңыз қандай сүннеті керемет. Парыз намазды оқытады бізге. Парызды орындайсың. Үлкен салиқалы амалды орындайсың да, салиқалы амалдан кейін астағфирулла деп шүрет айтқызып қойған. Егер салиқалы амалдан кейін, парыздан кейін астағфирулла шүрет айтылса, күнәдан кейін неше рет айтылу керек ол? Күнә жасамайтын пайғамбарымыз күніне 100 рет айтам дейді мен. Біз сол нәрселердің өзі, былай қарасаң білінбейді, жеңіл сияқты 100 рет айтып айт, бірақ сүйкімсіз сияқты, уақыт керек па, отыру керек сияқты да, сен өзің үшін істейсің ғой. Кім тозақтан құтылып жәннатқа кіргісі келіп жүрген? Кім? Сол ғой істейтін оны. Не сондықтан жерде айтады, тәубамен оралса, иманын жаңартса, салиқалы амалын іске асырса, міне бұлар жәннатқа кіріп кетеді. Вәлә юзламуна шайя. Сөйтіп оларға ешқандай әділетсіздік жасалмайды дейді. Яғни күнәсін бетіне баса бермейді Алла Тағала. Кешірдім дегеннен кейін. Болды, жәннат. Ол қандай жәннат? Жәннати адн. Ол адн жәннаттары. Ол қандай адн жәннаттары? Әлләти вағадар рахман ғибадаху бил ғайби. Сол баяғы рахман құлдарына көздеріне көрсетпей уәде еткен жәннат қой дейді. Міне. Иннаху кана вағдуху маатия. Оның тақуаларға уәде еткен уәдесі орындалғалы тұр дейді. Ла ясмағуна фиха лағуан. Олар ол жерде лақпа сөздерді естімейді дейді. Олай болса жәннат деген ол үлкен мәдениет. Тілді қараңыз, жәннатта лағу болмайды дейді, лағу. Олай болса кімде-кім жәннатқа кіргісі келсе, мына дүниеде лағуды не істеу керек? Тастау керек. Мүъминун сүресінде Алла Тағала не дейді? Қада афлахал мүъминун. Иман келтірген мүъминдер құтылды нақты. Қандай мүъминдер ол? Әллазина хум фи салатихим хашиғун. Әлгі намаздарында жан тәнімен тұрып берілетіндер дейді. Намаздарында рухуқ жасайтындар, сәжде жасайтындар, қирағат оқитындар деген нәрселерін айтпайды. Жаныңның амалын айтып жатыр, жүрегіңнің жанымен тұрады дейді. Беріліп. Сондай-ақ әллазина хум анил лағуи мағридун. Олар лақпа сөздерден теріс айналып кетеді дейді бұл өмірде. Болмайтын әңгімелердің қасында жүрмейді дейді ол ешқашан. Көрдіңіз ғой? Сондықтан жәннаттағы нәрсені Алла Тағала нәрседе айтып жатқаны, дүниеде мен одан арылу керекпін. Дүниеде менің тілім тазару керек ол лақпа сөздерден. Не істейді олар сонда жәннатта? Илля сәләмә. Сәлем деген сөз болады дейді. Сәлем деген. Не нәрсеге шақырып жатыр бұл аят? Әфшус сәләмә байнакум. Пайғамбарымыз айтады, бір-бірлерінің араңа сәлемді сөйлей беріңдер.
сәлем сөйлеген кезде де біз андай нәрсе емес, ассаламу алейкум десе біреу алейкум салам деп бүйтіп тұратындай нәрсе емес. Сен шын тіле оны, шын тіле. Қашан жеңеміз өзімізді? Сен шын жүрегіңнен тіле сол сәлемді оған. Сол күндердің бірі солай тілеуге жаратады. Солай тілеуге біз жетуіміз үшін ол қайта-қайта тілене беру керек. Сәлем. Аллахумма анта сәлам ва минка сәлам деп намаздың соңына дейін қойып қойған.